Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге бента тортының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап әппақ болып көпіргенге дейін миксерлеп аламыз. Жұмыртқалы массамыз осылай әппақ болып көпіргенге дейін миксердің жай жылдамдығынан жоғарғы жылдамдығына дейін жақсылап араластырамыз. Үстінен сұйық майымызды, сүтімізді құйып тағы да араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды, какао разрыхителімізді осылай 3 бөлікке бөліп, қасықтың көмегімен үстінен астына қарай массамызды басып алмай араластырып шығамыз. Мені және менің видео рецепттерімді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да түрлі рецепттермен бөлісемін. Біздің массамыз дайын, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз дайын, енді осыны домалақ кесенің немесе форманың көмегімен барлығын осылай кесіп шығатын боламыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 33% сливки керек. Осылай ыдысымызға құйып алып, бір қалыпты масса болғанша араластырамыз. Сливкиміз осылай бір қалыпты масса болғаннан кейін үстіне бір ас қасық қант ұнтағын салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Креміміз дайын болды. Енді торттарымызды жинаймыз. Тура видеода көрсетілген етіп, барлығын осылай жинастырып шығатын боламыз. Егер сізге менің видео рецепттерім ұнайтын болса, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, және де қоңырауша белгісін қосып қойыңыздар. Алдағы уақытта да түрлі рецепттермен бөлісемін. Тортымызды жинастырып болғаннан кейін сыртын өз қалауыңызша кремге түрлі бояуды қосып осылай сәндеуге болады. Тортты өз қалауыңыз бойынша сәндесеңіз де болады, бұл міндетті емес. Және де түрлі жеміс-жидектерді қойып сәндесеңіз де болады. Сіздерге менің видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансая.